кештің басты жекпе-жегіне де келіп жеттік. Сонымен бұл жекпе-жек супер жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the main event of the evening is in the strawweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. Yes, 26 years old. This is his debut fight, stands 175 centimeters tall, official weight 53.5 kilograms. Fighting out of Qostanay, Kazakhstan. Qarşı alыңыздар, Adilbek Agzama. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. He's opponent, fighting out of the red corner. Yes, 22 years old. His professional record for wins stands 163 centimeters tall, official weight 53.5 kilograms. Fighting out of Astana, Kazakhstan. Hanımlar ve barsalar qarşı alыңыздар. Bekjan Hunter Abelhasan. Рефери Ахтев Аскербайұлы. Жақындаймыз. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз, қол алсамыз. Бұрыштарымызға сәттілік. Осылайша бүгінгі кештің басты жекпе-жегі атануға лайықты кездесу басталуға жақын. Бұл 53 келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек. Әділбек Ағзамов, Қостанай, Қазақстан, Қанжығалы деген лақапатпен 26 жастағы жауынгер, ал қарсыласы Бекжан Әбілқасым Хантер деген лақап атымен танылған жауынгер. Жалпы 2024 жылға аяқталды жекпе-жек. Айтып ауыз жиғанша тіпті көз жазып та қалды. Бәлкім аяқтан жасалған соққының бірі екен, әлде ішке өткен соққы екен, иә. Тобығы сол аяғын көрсетіп ауырсынған қалба Әділбек Ағзамов орнынан тұра алмастай болып жатыр. Келіп иә, осы соққы және бұл соққысы бір ауыр болып деуге де келмейді, бірақ Бекжан Әбілқасым Әділбек Ағзамовтың бізде бүгінге алып келді. Баға бекет егетіп отырғанымыз Бекжан Әбілқасым 2024 жылғы жалпы қорытындысы бойынша қазақстандық паунд, яғни үздік 10 ММА шеберінің тізіміне кірген жауынгер. Ladies and gentlemen, referee Ахтев Аскербайұлы.